Оқушылар, қазір жаратылыстану сабағы. Тақырыбы күн сәулесі жерге қалай түседі. Бүгінгі сабақта жер беті қалай қыздырылатынын білесің. Күн сәулесінің жер бетіне қалай түсетінін түсінесің. Тірек сөздер көкжиек сызығы, күннің ұзақтығы. Ал енді оқушылар, күн жүйесі туралы бейне жазбаға назар аударайық. Күн жерден 100 есе үлкен және салмағы 333 мың есе ауыр. Күннің үлкен салмағы ғаламшарлар мен күн жүйесінің басқа денелерін айналасындағы орбита бойымен ұстап тұратын қатты гравитациялық тартылысты тудырады. Күн жылу мен жарық ретінде орасан зор энергия шығарады. Күннен шыққан жарық бүкіл күн жүйесіндегі денелерді, мысалы айды шағылыстыру арқылы бізге көрінетіндей етеді. Күн бізден 150 миллион километр қашықтықта орналасса да, оның энергиясы жердегі тіршілікті сақтап тұрады. Күн жүйесінің ортасында орналасқан. Жүйенің басқа денелері осыған қоса ғаламшарлар, серіктер, кометалар, астероидтар барлығы күнді айналады. Олардың көпшілігіне бір рет айналып шығуына ұзақ уақыт керек. Күн жүйесіндегі денелер арасындағы арақашықтық өте үлкен, әдетте миллиондаған километрге жетеді. Барлық күн жүйесіндегі денелер салмағының 99%-ы күнге тиесілі. Бұл оны айнала қозғалатын ғаламшарлар, серіктермен қоса салыстырмалы түрде күннің салмағы жайлы түсінік береді. Марс пен Юпитер орбиталарының арасында астероидтардың белдеуі орналасқан. Астероидтар біздің күн жүйемізде орналасқан кішкентай ғаламшарларға ұқсас тасты денелер. Олардың пішіндерінде айырмашылықтар айтарлықтай. Мысалы, мына астероидтың диаметрі 50 километр, бірақ үлкен астероидтың диаметрі 1000 километрден асты. Балалар, жазда да, қыста да күн шығады. Бірақ неге қыста суық, ал жазда ыстық? Ойларымен бөлісіңдер. Жақсы, дұрыс айтасыңдар. Ендеше оның себебін тыңдаңыздар. Күн галактикадағы жарық шығаратын ірі жұлдыз. Оның сәулесі күн жүйесіндегі барлық ғаламшарларға жетеді. Ол жылу мен жарықтың көзі. Ғаламшарымыздың осы жүйеде күнді айналуына байланысты жер беті біркелкі қызбайды. Күн сәулесі тік түсетін болса, сол жерді қатты қыздырады. Жазда күн жиектен өте жоғары көтеріледі. Сәйкесінше сәуле тік түседі, жер қатты қызады. Ал қыста күн көкжиектен онша биікке көтерілмейді. Сәуле көлбеу түседі, бірақ көбірек ауданды қамтиды. Бірақ жерді аз жылытады. Көкжиек сызығы жер мен аспанның шекарасын көрсететін сызық. Біз күнде таңертең күннің шығыста көкжиектен көтеріліп, кешке қарай батыста көкжиектің астына бататынын бақылаймыз. Бұл мезгілдерді күннің шығуы және күннің батуы дейміз. Осы екі мезгілдің арасы күннің ұзақтығын құрайды. Суретке назар аударайық. Күн сәулесінің жерге түсуі таңертең, күндіз, түс мезгілінде жерге қалай түседі екен? Қарап бақылаңдар. Күн сәулесінің жер белдеулеріне түсуі. Оны да мұқият қарайық. Жақсы. Тапсырма. Кестедегі мәліметтерді салыстырыңдар, өзгешелігі мен ұқсастығын анықтаңдар. Солтүстік және оңтүстік жартышарларда күннің ұзақтығы қалай өзгереді? Нұр-Сұлтандағы күннің ұзақтығы Сиднейдегі күннің ұзақтығымен екеуін салыстырып, зерттеу жұмысын жүргізіңіздер. Ойлан.
Жердің өсі көлбеу емес, тік орналасса не болар еді? Күн сәулесі жер бетіне қалай түсер еді? Бұл жыл мезгілдерінің ауысуына қалай әсер етеді? Ойынды дәптерге жаз. Осымен оқушылар, сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.